Здравствуйте, ребята! Как ваши дела? Давайте начнем наш сегодняшний урок 51. Я – личность. Мен жеке тұлғамын. Деген тақырыпта упражнение первое. Прочитайте по ролям. Рөлге бөлініп оқыңыздар. Санат. А кто такая личность? Личность – это человек, который имеет свои мысли, мнения, интересы, совершает хорошие поступки. Значит, выдающиеся личности – это те люди, которые совершали и совершают хорошие поступки для всех людей своей страны и всего мира. Робик, я тоже так думаю. Что же надо делать, чтобы быть личностью? А давай мы спросим это у наших друзей, третьеклассников. Ребята, как вы думаете? Деген екен. Енді осыны түсіндірейік. Мына жерде тұрған робот санаттан сұраған екен. Санат, жеке тұлға деген кім дейді? Сол кезде санат, жеке тұлға деген ол өзінің ойын, өзінің жақсы істерімен, өзінің қызығушылығы бар адамды біз жеке тұлға деп атаймыз. Сонда Робик, яғни жеке тұлға дегеніміз өзінің халқы үшін, елі үшін жақсы істер жасайтын адам ба? Я, дейді санат. Жеке тұлға болу үшін не істеу керек? Сол кезде санат Робикке былай жауап береді. Ал ол сұрақты біз өзіміздің достарымыздан сұрайықшы дейді. Балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Жеке тұлға дегеніміз кім? Және қалай жеке тұлға бола аламыз? Не түсіндіңіздер осы жаттығудан? Упражнение второе. Работа в группах. Вспомните, какими качествами обладали выдающиеся личности, с которыми вы познакомились на уроках русского языка. Біз осы алдыңғы тақырыптарда қандай ұлы-ғұлам адамдарды өттік? Біз Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты өттік, Назарбаев, Ыбырай Алтынсарин, Ломоносов, Абай Құнанбайұлыларын өтіп кеттік. Сонда естеріңізде қалған осы адамдардың қандай қасиеттері сіздер көре алдыңыздар? Соларды осындай ұлы адам болуға не итермеледі? Қандай жақсы қасиеттерін байқадыңыздар? Сол туралы жазайық. Мен мына жерге өзім байқаған 3 қасиет туралы жазып қойдым. Ол трудолюбивый, любознательными и дружелюбными. Яғни олар еңбек сүйгіш және көп затқа қызығып, ол неден пайда болды, қалай шықты, соның тарихын білуге ұмтылған адамдар еді, және үлкен болсын, кіші болсын адамдармен жақсы қарым-қатынаста болған. Сіздер тағы қандай қасиет қоса аласыздар осы жерге? Жазып кетсеңіздер болады. Және создайте постер личность. Жеке тұлға дегенге сіздің ойыңызша адамға қолынан не келеді? Соған бір сурет, постер, сурет салып қоюыңызға болады. Упражнение третье. Проанализируй. Яғни осыны талдауымыз керек. Назови имена выдающихся личностей. Что их всех объединяет? О ком можно сказать, что он вышел из народа? Осы уақыттен өткен біздің ұлы тұлғаларымыздың атын жазып кетейік. Және осы кісілердің барлығын не біріктіреді? Қандай қасиет біріктіреді? Жазайық. Есімізге түсірейікші. Нұрсұлтан, Назарбаев, тағы да кім? Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, тағы да кім? Михаил Ломоносов, Александр Сергеевич Пушкин, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев,
Кого еще можно? Мұңайтпасов, Қажымқан. Бибігүл Төлегенова. Кого мы еще проходили? Кажется, я всех назвала. Осының бәрін жазып кеткен сияқты. Осы кісілердің барлығын өттік. Кімді қалдырып кеттім қараңыздар. Жазып кетіңіздер. Және осы адамдардың ұлы тұлғалардың ішінен халықтан шықты деп кімді айтуға болады? Әрине, Назарбаев вышел из народа. Назарбаев халықтан шыққан ба? Қазақтың қара баласы ма? Әрине. Құнанбаев ше, Сәтбаев, Қажымқан барлығы қай ұлы тұлға болса да халықтың мұң-мұқтажын айтатын, халықтың керек жарағын жеткізіп жүретін ұлы тұлғалар болған екен. Осы ұлы тұлғалардың барлығын біріктіретін қасиет ол еңбекқорлық. Трудолюбие, яғни еңбек сүйгіштік. Еңбектің арқасында олар ұлы тұлға болып отыр. Келесі жаттығуға өтейік. Енді келесі 4-ші жаттығу. Тыңдаймыз. Золотой орех. Алтын жаңғақ. Перед праздником отец принес домой орехи. Мейрамның алдында әкесі оған жаңғақ әкеп берді. Леночка, увидев среди орехов позолоченное, стала просить именно эти орехи. Лена әкесі әкеп келген жаңғақтың ішінен бір алтын түстес жаңғақты байқап қалып, соны сұрай бастады. Орехи эти сделаны лишь для красоты. Возьми другие, сказала мама. Сол кезде мамасы Ленаға, ол тек әдемілік үшін ғана жасалған жаңғақтар. Сен басқасын алшы дейді. Леночка заплакала. Лена жылап қалды. Я не возьму черные орехи, дай мне золотые. Зерна в них должны быть лучше, чем в других. Жоқ, мен қара жаңғақтарды алмаймын. Маған алтынын берші дейді. Оның ішіндегі дән тәтті болу керек басқаларға қарағанда деп қоймай қойды Лена. Мать дала ей орехи с позолоченной скорлупой, а остальным детям раздала оставшиеся. Сол кезде мамасы Ленаға алтын түстес, сыртта алтын түстес жаңғақты берді, а қалған балаларына қара түсті жаңғақты таратып берді. Леночка обрадовалась и тут же принялась разбивать свои орехи. Лена қуанып кетті де өзінің жаңғақтарын шаға бастады. Но ни в одном из них не нашла ядра. Одни лишь пустые скорлупки. Сол кезде ол ішін бәрін ашып қалған кезде ішінің бәрі бос, пустой болып шықты. Сидящие рядом дети стали смеяться над ней. Қасындағы балалар оған күле бастады. Тогда отец сказал, сол кезде әкесі оған бүйтіп айтыпты. Эти орехи не для еды, сделаны они для украшения. Я взял их пустые скорлупки и покрасил их золотой краской. В другой раз о вещах не суди по их внешнему виду. Ценность вещи заключается в ее содержании, деген екен. Сонда әкесі Ленаға, оны мен пустой жаңғақтарды алдым да, сыртын краскамен бояп қойған едім. Сен тек сыртына ғана қызықтың, келесіде тек сыртына ғана қызығып, заттардың бәрін таңдасаң, сен аш қаласың дейді. Олардың ішіндегі зат маңыздырақ болады. Соны түсіне ғой деген екен әкесі. Сұрақтарға жауап берейік. Почему Леночка выбрала золотые орехи? Леночка неге алтын түстес жаңғақтар таңдады? Ол тек түсіне қарап, түріне қарап қызықты, солай ма? Просто понравилось их внешний вид. Что оказалось в них? Олардың ішінде не болды? Они оказались пустыми. Олардың ішінің бәрі бос болды. Енді, о чем этот рассказ? Бұл әңгіме не туралы? Бұл әңгіме мына бір сөзде жазылған екен.
Ценность вещи заключается в ее содержании. Яғни көп адам болсын, зат болсын, оның тек сыртына ғана қызықпау керек. Оның ішкі дүниесі, ішіндегі бар затқа қызығып алған дұрыс деген екен Ыбырай Алтынсарин атамыз. Түсіндік пе? Енді келесі жаттығуға өтемін. Енді 5-ші жаттығуға келдік. Подумай, ойлан дейді. Бұл бағанағы 4-ші жаттығудағы әңгімеге байланысты жаттығу, соның жалғасы ретінде. Бұл жерде бізде жоспар берілген, план. Енді біз мына жерде дұрыс план құрылған ба, құрылмаған ба, соны айтуымыз қажет. Ол жерде бірінші план бойынша не суди о вещах по внешнему виду. Сыртына ғана қызықпа, ішіндегісі маңыздырақ деген бірінші. Екіншісі, желание Леночки. Ленаның арманы. Дети стали смеяться. Балалар күле бастады. Бұл үшіншісі. Және төртіншісі, отец принес орехи. Әкесі жаңғақ әкелді. Дұрыс рет-ретімен орналасқан ба? Әрине, дұрыс орналаспаған. Соны дұрыстап қойып шығуымыз керек. Ең біріншісі, отец принес орехи. Екінші, Ленаның арманы, желание Леночки. Және дети стали смеяться, балалар күле бастады. Және сыртына ғана қызықпа дегенді төртінші қылып жазуға болады. Осылай дұрыс вариантын жазайық. Енді упражнение 6. Прочитай, оқы. Слова назидания. Өсиет сөздер. Бізге Абай атамыздың қалдырып кеткен өсиет сөздері. Между умными и глупыми людьми есть разница. Ақылды және ақмақтардың арасында өте үлкен айырмашылық бар деген. Умный человек интересуется достойными, серьезными делами. А глупый человек тратит свое время на пустые, бессмысленные затеи. Ақылды адам жөні түзу заттарға қызығады, маңызды істерге қызығады. Ал ақмақ адам өзін бос уақыт болмайтын заттарға, ойынға, немесе ешқандай маңыздылығы жоқ заттарға өзінің уақытын құртады екен. Хочешь быть в числе умных людей? Спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Как ты живешь? Что ты сделал хорошего? Сен кімнің қатарында болғың келеді? Ақылды ма, ақымақ па? Егер сен ақылды адамдардың қатарында болғың келсе, күніне бір рет, немесе айына, аптасына бір рет болсын. Дұрыс өмір сүріп жатырсың ба? Қандай жақсылық істедің деген өз-өзіңе сұрақ қойып үйрену керек. Деген Абай атамыз. На какие качества человека Абай обращает наше внимание? Абай обращает наше внимание на качество человека, на хорошие качества человека, чтобы быть умным, да? Чтобы быть умным, нужно не тратить свое время на пустые, бессмысленные затеи. Мне бірінші сұрақтың жауабын мына жерге жазып қойдым. Ал енді 4-ші сұрақ. Прочитай второе предложение. Екінші сөйлемді оқып, сол сөйлемге схемасын құруымыз қажет. Яғни, умный человек интересуется достойными, серьезными делами. Бірінші сөйлем, содан кейін запятая үтір, потом союз А, и идет второе предложение. Екінші сөйлем жалғасып нүкте қойылады. Бұл екінші сөйлемнің схемасы. Енді келесі жаттығуға назар аударайық. Упражнение 7. Письмо по памяти. Яғни, мына жерде Александр Сергеевич Пушкиннің айтқан высказываниесін, сөздерін жақсылап оқып, жаттап алып, кітапты жауып қойып, жазуымыз қажет. Сказка – ложь, давней намек.
Добрым молодцам. Урок. Назар аударатын жер бар екен, яғни асынсыз болған. Ложь. Өтірік деген сөз. Қалай жазылады? Назар аударайық. Л, О, Ж, мягкий знак. Ш естілсе де Ж жазылады. Ложь. Өтірік. Молодцам. Молодца. Лыдан кейін О естілмей қалуы мүмкін. Соны назар аудартып жатыр бізге. Молодцам. Қарап алайық дұрыстап. Упражнение 8. Собери пословицы. Мына жерде бізде мақал мәтел берілген, бірақ сөздерінің орны ауысып кетіп және үтірмен бөлініп тұр. Соны дұрыстап жазуымыз қажет. Мынау бірінші мақал мәтел. С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. Яғни, өзінің талантымен адам мақтанбайды, ал өзінің үйренген, соны пайда кеткен, өзін соған дайындаған, соны оқыған, өзін зерттеген адам сондай іспен ол мақтана алады. Кто любит труд, того люди чтут. Кто любит труд, того люди чтут. Яғни, кім еңбекті жақсы көрсе, соны адамдар құрметтейді делінген. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Яғни, еңбек арқылы адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуға болады. Упражнение 9. Переведи на русский язык и объясни значение. Мына жерде екі мақал берілген. Мәтел. Ердің атын еңбек шығарады, ағаш жемісімен, адам ісімен құнды деген екі мәтелді орыс тіліне аударып, оның мағынасын түсіндіруіміз қажет. Міне енді. Джигита прославляет его труд во благо людям и себе. Ердің атын еңбек шығарады. Дерево ценно плодами, а человек делами. Ағаш жемісімен, адам ісімен құнды. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.